Қайырлы күн, құрметті көрермен. Букорум танымдық бағдарламасының алғашқы шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда 6-шы Е сынып оқушылары Еренғайып Мадина мен Шүкірбай Каусар Мұхтар Әуезовтің Көксерек шығармасын таныстыратын болады. Біздің сыныпқа берілген шығарма ол Мұхтар Әуезовтің Көксерек деген шығармасы. Жалпы бұл шығармада адам мен табиғаттың арасындағы байланыс туралы айтылады. Бұл шығармада табиғат заңдылығы туралы айтылады. Біз сыныппен шығарманы комикс тілінде жасауды ұйғардық. Шығарманың мазмұнына келетін болсақ, ауылда Құрмаш және де әжесі және де нағашы ағасымен бірге тұрады. Құрмашқа кішкентай қасқырды әкелген, әлі көзі ашылмаған күйінде асырап алады. Кіші көзі келе, оның табиғатқа деген жабайылығы шыға бастайды. Ауыл тұрғындары да, иттері де оны жақтырмайды. Оның жалғыз қорғаушысы Құрмаш еді. Көксерек тамаққа да тоймай етке тисе бастайды. Сол кезде осындай көп жағдайлар қайталана беріп, ол далаға шығып кетіп, енді қайтадан оралмайды. Көксерек өзі сынды қасқырлармен дос болып, және де қойға, жылқының үйірлеріне шаба бастайды. Осындай қыстың кезінде Құрмаштың ағасы ауырып қалады, және де ағасының орнына қойды, жылқыны Құрмаштың өзі бағады. Осы сәтте Құрмаш өзінің жанындағы қасқырлармен бірге қойға шабады. Оларға қас шығамын деп атпен жүрген Құрмаш апат болады. Одан кейін өзі өсірген Көксерек өзіне шабады. Тамаша оқушылар, сіздердің жасаған комикстеріңіз және түсіндіргендеріңіз маған қатты ұнады. Енді менде мынадай сұрақ. Жалпы шығарманың идеясы туралы не айтасыздар? Сонымен қатар, осы шығармадан сіздер сыныптарыңызбен талқылау барысында қандай құндылықтар көре алдыңыздар? Негізінде табиғаттың заңын құбылтуға болмайды. Табиғат өз заңдарын береді. Сондықтан, мысалы, Құрмаш көзін ашпай тұрып, көксеректі бағып алды. Бірақ ол қасқыр болғаны табиғатымен ол қасқыр. Сондықтан ол соңында өзіне шапты. Көксеректі біз кінәлай да алмаймыз, себебі ол өзі табиғатымен қасқыр. Сондықтан онда негізінде Құрмаш өзі табиғат заңдылығын құртып тұр. Сондықтан біз Көксеректі кінәлай алмаймыз. Және де біз шығарманың құндылығы ретінде табиғатты аялап, оның заңдылықтарын бұзбауымыз керектігін ұғындық. Бүгін біздің Букорум танымдық бағдарламасының шығарылымына келген 6-шы Е сынып оқушылары Еренғайып Мадина және Шүкірбай Каусар. Сіздерге көп рахмет.